Қайырлы күн достар, бүгін үй жағдайында қолдан тара жасауды көрсететін боламыз. Оған бізге керекті құрал-жабдықтар: сызғыш, кардон, жіп, қайшы және канцелярский пышақ, және де баклажка. Ең алдымен біз достар қайшы мен баклажканың аузын ойып алатын боламыз, яғни бізде кардон ортада иін тұру үшін. Дәл осылай етіп қырқамыз. Келесі бізде иін тірегіне картонды қырқамыз. Дәл осылай етіп кесіп аламыз. Енді бізде жіпті ортасынан өлшеп екіге бөлеміз. Дәл осылай етіп екіге бөлдік, және де оның екі кардонның ұшына бекітетін боламыз. Дәл осылай етіп жақсылап бекітіп аламыз. Және де екі коробканың ұшына бізде зат салатын қорапша жасаймыз. Осылай екі қорапша жасаймыз зат салғанға. Енді бәрін жинастырамыз. Ең алдымен бутылкаға су құямыз, яғни салмағы ауыр болып тұру үшін, ауып кетпеуге. Дәл осылай етіп су құямыз. Жаңа қырылған жер. Келесі бізде жаңағы иін тіректің ортасына скотч ораймыз, мықтырақ болу үшін. Иін тірегімізді құтының ортасына орналастырамыз. Біздің таразымыз осылай болып шықты. Енді бұған әртүрлі денелерді қойып көреміз. Екі кубикті қойып көрдік, және қайсысының салмағы ауыр екенін бақылай аламыз.